Elimizde söylеу және психикалық дамуы тежелген диагнозы бар балалар неге көбейіп барады? Сапалы ұрпағы болмаса, біреуде бір бала сөйлемесе, оның өзіне контакт болмаса, халықтың мектепке бармаса, қоғамның ертеңі ортада Мұндай диагнозы бар балаларға мүгедектік неге тағайындалмайды? ЗП-ларға да мүгедектік тағайындалса екен деймін. Осындай центрларда тегін ем қабылдасақ екен деймін. Дәрігерлер дабылға бастады, науқас баланы ғана емес, анасын да емдеу керек деген мамандардың талабы қандай? Қалыпты бала, бірақ оны ауырып сөйлемейді бала әкеледі. Оны қолдан жасаған сол маманнан өзі. Өз үйде сөйлемейді, балаларға қазақша мен орысша қарым-қатынаста болмайды. Сознание начала правильно реагировать на своего ребенка, и мы только этим занимаемся. У ребенка бывает бесполезно применять все эти методы. Барша әлемде, оның ішінде алысқа кетпей-ақ өзіміздің елді мекенде де сөйлеу тілінің кешеуілдеген балалар саны күрт көбеюде. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Арайлым Асқарқызы. Бүгінгі менің жобамның тақырыбы бала дамуындағы сенсорлық интеграция. Сенсорлық интеграция дегеніміз ол біздің көру, есту, дәм сезу, иіс сезу, вестибулярлық қозғалыс аппараты және сипап сезу дене қимыл жүйесі болып табылады. Жобаның мақсаты бізде бұл кіріспе, бірінші тарау, яғни ол жобаның өзектілігі, жобаның мақсаттары, жобаның міндеті, гипотезасы және теориялық бөлім, практикалық бөлім қорытындыдан тұрады. Жалпы бала дамуында сенсорлық интеграцияның маңызы бұл қоршаған ортадан баланың алынған сезімдік, яғни ақпараттарды қабылдап, өңдеп оған дұрыс болған жағдайда жауап беру, қайтару қабілеті, яғни бұл процесс жүйке жүйесінің жұмысымен тығыз байланысты және моторлық, когнитивті, әлеуметтік, эмоционалдық дамуында маңызы зор болып келеді. Балаларда сенсорлық интеграцияның бұзылуы, назардың төмендеуі, қозғалыс үйлесімділігінің төмендеуі, гиперактивтілікке, гипосезімталдыққа әкеліп соғады. Яғни зерттеуде сенсорлық интеграцияның теориясы, оның негізгі принциптері және баладағы сенсорлы диффузияны белгілері қарастырылады. Сонымен қатар сенсорлы интеграцияны жақсарту әдістері, оның ішіндегі терапиялар мен ойын түрлері арқылы дамыту жақсы жүйеге асуда. Сенсорлы интеграцияның дамытуда бағытталған шаралар баланың күнделікті ортаға, қоршаған ортаға үйрену мен бейімделуіне көмектеседі. Жобаның мақсаты балалардың сенсорлы интеграциясын дамыту арқылы моторикасын, зейінін және жалпы когнитивтік қабілеттерін жақсарту. Міндетті ол сенсорлық жүйесін жақсарту арқылы қажетті түзету бағдарламасын анықтау, түрлі сенсорлы ойындар мен жаттығулар арқылы қабылдау жүйесін жетілдіру және ата-аналар мен мұғалімдерге қолдау көрсету. Жобаның негізгі бағыты бізде диагностикалық кезең және даму жаттығулар мен ойын жаттығулары, ата-аналар мен және мұғалімдермен жұмыс. Жалпы жобаның өзектілігі мен қажеттілігі. Бұл бізде жоба тиімді қолдануға және жақсарту. Бұл заманауи сенсорлы терапия әдістерінің қажеттілігі. Сенсорлы интеграцияға бағытталған терапиялар мен арнайы әдістер, яғни оның ішінде ойын терапиясы, арт терапия, тактильді ойындар және қозғалысқа негізделген жаттығулар болып табылады. Бұл жерде біз баланы үйлесімді дамуына көмектесеміз. Осылайша бала дамуына сенсорлы интеграцияны зерттеу және оны жақсарту әдістерін енгізу қазіргі білім беру мен психология саласында өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Сенсорлы интеграцияның бұзылысы болған жағдайда бұл балаға қалай кері әсерін береді? Яғни бұл жерде қозғалыс пен моторлы күшке әсерін береді, яғни біздегі ұсақ қол, ірі моторикамызға және эмоционалды әлеуметтік мәселелер, бұл жерде әлеуметтік тұрмыстық бағдарлай алмауына кері әсерін береді және когнитивтік оқу қабілетіне кері әсері. Бұл жерде когнитивтік, яғни қарым-қатынасқа және оқу қабілетіне, білім алуына да кері әсерін береді. Бұл жерде біздер осының нәтижесінде бала білім алушы, яғни бұл жерде ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар тізіміне енуі мүмкін, немесе үйден оқыту, немесе үлгерімі төмен оқушылар қатарында болып қалуы мүмкін. Сенсорлы интеграцияны түзету жолдары, яғни бұл жерде біз ерте диагностика және терапия жүргізсек және физикалық белсенділікті арттырсақ, оның ішіне физикалық белсенділікке нелер кіреді? Баланың өздігінен өз жасында өз-өзіне қызмет көрсету, яғни оның ең бау байлау, қарапайым киімнің замогын жабу деген сияқты, ілгек қадау, дәл сол сияқты жұмыстар және қоршаған ортаны бейімдеу, яғни баланы ортаға тез бейімдеу және ата-ана мен мұғалімдерге үнемі қолдау көрсету.
Қорытындылай келе баланың сенсорлы интеграциясын дамытуға бағытталған әдістерді мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды білім беру бағдарламаларына енгізу маңызды деп ойлаймыз. Себебі бұл олардың танымдық белсенділігін арттырып, өмір сүру сапасын жақсартады және жоба нәтижелері бойынша сенсорлы интеграцияның жүйелі дамуы баланың үйлесімді өсуі мен әлеуметтік бейімделуіне оң әсер ететіні белгілі. Бұл жерде ұсыныс, яғни бұл менің жеке ұсынысым, сенсорлы интеграцияны дамытуға арналған орта құру және оқу және күнделікті өмірде сенсорлы интеграция әдістерін қолдану, сенсорлы диетаны қолдану және сенсорлы интеграция терапиясын енгізу болып табылады.